Мінсіз болуда, барлығына ұнауда мүмкін емес. Табалайтындар жетерлік бұл өмірде. Қанша жерден жақсы болсаң да, сенен бәрібір мін табады. Тура жолмен қанша жүрсең де, қисайған көлеңкеңнен кемшілік табатындар болады. Бұл өмір, көнбеске амал жоқ. Мінезі жаман адам саған ашуланса, сыйластығыңды жоққа шығарады, жақсылығыңды ұмытады, сырыңды елге жаяды, тіпті сенің бойыңда жоқ нәрсені айта бастайды. Өмір ғой досым, сүрінесің, қайта жүресің, жылайсың, кейде күлесің. Ащының дәмін татпасаң, тәттіні қайдан білесің? Қандай адам қадірлі дейсің? Ол сені биікке жетсең де, төмендесең де қадірлей білетін. Байлығыңды емес, адамдығыңды бағалайтын, еш уақытта өзгермейтін, қиындықта тастап кетпейтін жан. Кейбіреулерді қадірлесең, аспандап алады. Сенің жасаған жақсылығың оған өтеген міндетің сияқты көрінеді. Сол үшін жақсылықты, кішіпейілдікті адамына қарап жасаған дұрыс. Шектен асқан мейірімділік, кішіпейілділік өзіңді қадірсіз, жалынышты етіп көрсетеді. Шырқ айналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда. Қайдағысы сені тауып, топырлайды жолыңда. Досыңмын деп ант береді. Жем іздеген жанама, жем таусылса жалп береді. Сенерлік дос санама. Қыранды қыран етіп, аспанға самғатқан екі қанаты, ал адамды адам етіп, қырандай самғататын арманы мен мақсаты. Сұлу делік сұлудың да міні бар, күліп тұрған кісінің де мұңы бар. Оғасы жоқ ішің толып кетсегер, қасқыр сынды айға қарап ұлы бал. Я інім, өмір қызық бірақ қиын, сырғиды тұрақ тамай сынап күйің. Қуансаң өмір қымбат, ал мұңайсаң, өмірдің құны кейде бірақ тиын. Сөз көп бірақ мән аз, заң көп бірақ әділдік аз, мылжың көп бірақ шешен аз. Сыртынан қарасаң бәрі жүріп жатыр, бірақ мәре сызығына жеткен тым аз. Бәрімізде өтпелі өмірдің, шолақ дүниенің қонағымыз. Біреу білмегенді біреу біледі, біреу жылайтынға біреу күледі. Сіз үшін кішкен таяқ көмек, түңілген жанды қайта аяғынан тік тұрғызып, жаңа өмір сыйлауы мүмкін. Көкірегі кең, өз ісіне сенімді кішкентай дененің әлем тарихын өзгертуге қауқары жетеді. Өмірде құламайтын жан жоқ. Маңыздысы, қанша құласа да, жарты жолдан қайтпай, жолын әрі қарай жалғастыруда болып тұр. Ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Біреуге қылма жамандық, жаманды өзіңе тартарсың. Біреуге қазба құдық, өзің құларсың. Жеттім, толдым деген адамның дамуы тоқтап, міндетті түрде кері кетуі басталады. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан көргені білгені көп болған адам білімді болады. Нағыз жасампаз шебер көмірді алмаз қылып шығарады. Балалардың жанын түсінетін ұстаз да бүлдіршіндерге сенім білдіріп, оларды аспандағы жұлдыздарға айналдырады. Ұстаздық мінез құлық нормасы мынадай болуы тиіс. Ол тым қатал да, тым ырыққа да жығыла бермеуі керек. Бір ел қалай құлдырайды? Ел соғыста жеңіліп, көп жерінен айырылып емес, заманына қарай амал жасамаса, құндылықтарынан айырылып, болашағынан күдер үзсе, сонда анық құлдырайды. Кім болса да, онда үш негізгі қасиет болу керек. Ақылдылық, сезімталдық, әділдік. Егерде соңғысы жоқ болса, қалған екеуінің
түкке пайдасы жоқ. Өмірдегі ең құнды және қымбат дүние сенімге ие болу. Арзан мінезді адамдарда ол табылмайды. Бір кезде аяқ киімім болмай, кедейлік осындай болады екен ғой деп, өзімді өте жаман сезінгенмін. Бір аяғы жоқ баланы көргенде ғана ол сезімнен арылдым. Шынымен де жүзуді үйренем десеңіз, суға секіруге тура келеді. Шетте тұрып, қанша ой жүгірткеніммен суға түспей, ол ойлардың түкке де пайдасы болмайды. Қайталанатын жетістікте кездейсоқтық болмайды. Қайталанатын жетістік ерен еңбекпен табандылықтың жемісі. Жақсы дүниелердің өмірге келуіне уақыт керек екен. Бірақ уақыттың да біраз жақсы дүниелерді алып кететіні рас екен. Өмір махаббаттан, сүйіспеншіліктен және адами қасиеттерден тұрады екен. Жауыңыздың неден қорқатынын білгіңіз келсе, оның немен сізді қорқытатынына қараңыз. Бәріміз кімді және нені қалай түзеу керек екендігін білеміз. Ақыл айтуға да құмарымыз әйтеуір. Бір қызығы, сол түзеу керек екен нәрселердің ішінде өзіміз жоқпыз. Күн алма мен бұрышқа бірдей түседі. Бірақ алма тәтті, ал бұрыш ащы болады. Бәрі негізбен байланысты. Қателіктерін түзетуге тырысқан адамға өткен қателіктерін есіне салмаңыз. Бұл құлаған жерінен қайта тұруға тырысқан біреуді тепкенмен тең. Өмірдің аралас ақ-қарасы, кейде мұң, кейбір кезде шаттанасың. Бірден алып ренжісең жақыныңа, бірде сол жақыныңмен мақтанасың. Өмір солай сан түрлі құбылады. Кейде тоңып, кейде жаның жылынады. Қуаныштан бірде жаның жадыраса, ал бірде тамаққа өксік тығылады. Өмір солай қуантып жылатады. Көтереді биіктен құлатады. Көңіліңді түсіріп мұңайтқанмен, артынша тосынсый боп жұбатады. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.